Шынайы сезімді бағалайықшы. Мен осында жазған хикаялардың көбісін оқыдым. Көбісі бастан кешкен жауапсыз махаббаттары туралы жазады. Мен де өз ойымды жазайын. Махаббат 8 әріп бір сезім демекші, мен де махаббатқа жолыққанмын. Жақсы көретін адамым да бар. Ол жанға мен не сөйлей алмаймын, не қарай алмаймын. Жақсы көремін, бірақ ол махаббатқа сенбейді екен. Қызы да жоқ, қыздарға да онша мән бермейді. Негізі менің байқағаным, өмірдегі ең әдемі, күшті әрі иманды жігіттер махаббаттан көңілдері қалған. Өйткені олар шын ниетпен сүйген қыздар оларды алдап тастап кеткен. Екінші сүйіп күйген шамалары жоқ. Ал неге ондай жағдай болады деген сұраққа жауабым, махаббаттан құны жоқ. Қазір екінің бірі өтіріктен сөз айтып, достарының алдында понтоваться етіп, мүлдем сезімсіз қыздармен не жігіттермен жүреді. Меніңше ол әдемі емес. Махаббат құнсыздық аяқ астында жатыр. Сосын шын ниетпен келіп тұрған тап-таза жүректі ойнап тастап кетеді. Ол жүрек кірленеді. Ал жүрек кір болса, оған иман да, ниет те қонбайды. Өтінемін, барлық жанға айтарым, өтіріктен махаббат ойындарын ойнамай, шынайы сезімді бағалайықшы. Менің сүйікті адамның жүрегін жаралап кеткені үшін мен өте намыстанамын. Ішімнен күйемін. Осы қателікті жасамаңыздаршы. Ал агенттен кездесіп жүргендерді мүлдем ұнатпаймын. Жарайды, сау болыңыздар.